Арма көрермен, Түркістан телеарнасының тікелей эфирінде ауыл және әкім бағдарламасы. Студияда мен Шынар Мұратхан. Бүгінгі бағдарламамызда Төле би ауданы Қоғалы ауылдық округінің даму көрсеткіштері, әлеуметтік экономикалық ахуалы, атқарылған жұмыстар мен алдағы жоспарлар кеңінен талқыланады. Айта кетейік, төменде көрсетілген нөмір арқылы спикерге өз сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Ендеше студиямыздың қонағымен таныстырып өтейін. Төле би ауданы Қоғалы ауылдық округінің әкімі Қайрат Қыпшақов. Қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдім. Қайрат мырза, алдымен өзіңіздің өмір жолыңызға, еңбек жолыңызға тоқтала кетсеңіз, әкімдікке қалай келдіңіз? Мен аты-жөнім жаңа өзіңіз таныстырғандай, Қыпшақов Қайрат Саматұлы болады. Түркістан облысы Төле би ауданының тумасы, сол жақта қызмет жасаймын. Дәл қазір өзіңіз айтқандай, Қоғалы ауылдық округінің әкімі қызметіндемін. Былтыр, яғни осыдан бір жыл бұрын, 2024 жылы 17 қараша күні ауыл әкімінің сайлауы болған Қоғалы ауылдық округінде. Сол жерде өз-өзімді ұсыну арқылы сайлауға түсіп, бағымды сынап көрдім. Ауыл тұрғындарының, ауыл халқының басым көпшілігінің сеніміне, даусына ие болып, қазір сол міндетті жұмысты атқарып келемін. Оның жалпы алдында Төле би аудандық жастар ресурстық орталығында жұмыс жасағам. Аудан жастары менен әрмен қарай ішкі саясат бөлімінде. Сонымен қоса 4 жыл тура осы Қоғалы ауылдық округі әкімнің қызметін атқарғам. Ол кезде бірақ сайлау болмайтын тұғын. Ол кезде жаңағы мәслихат депутаттары дауыс беретін тұғын. Одан кейін, сол 4 жылдан кейін арада 1 жылдай үзіліс болды. Қайтадан сайлау болып, жаңағы сөздің алдында айтқандай сайлауға түсіп, қазір сол қызмет атқарудамын. Жалпы ауылдық округтың жай-күйіне тоқталсаңыз, қанша елді мекенді біріктіріп отыр? Жалпы Қоғалы ауылдық округі Түркістан облысының шығыс жағында орналасқан. Облыс орталығы Түркістан қаласынан 250 километр, аудан орталығы Ленгір қаласынан 30 километр қашықтықта орналасқан. Таудың баурайы болғаннан кейін бізде округіміз жалпы жер бедері күрделі болып келеді, қырлы сайлы болып келеді. Бірақ қырлы сайлы болғанына, таудың бөктері болғанымен, жалпы суармалы жердің көлемі аз. Жалпы біздің Қоғалы ауылдық округінде 3 елді мекен кіреді. Диханкөл, Ұзынарық, Алшалы елді мекендері жалпы 4032 тұрғын мекендейді. Ауылдың негізгі халқы жаңағы өте еңбекқор, негізгі айналысатын тіршілігі ол ауыл шаруашылығы болып келеді. Сонымен қоса жаңағы өзін жұмыспен қамтыған азаматтар бар, азаматшылар бар. Одан кейін мемлекет қызметкерлер бар дегендей, жаңағы мұғалімдеріміз бар, медицина саласының қызметкерлері бар. Жалпы негізгі басымдық экономикалық халықтың белсенді бөлігі осы салаларда қызмет атқарады. Ал жалпы Қазақстанның түкпір-түкпірінде қаншама тұрғындарымыз қызмет атқарып келеді. Енді шаруашылыққа нақтырақ тоқтала кетсеңіз, қай шаруашылықта басымдық көп? Жаңағы сөзімде айтқандай, ауыл тұрғындары ең алдымен ауыл шаруашылығымен айналысады. Оның ішінде 4 түлік. Нақты айтатын болсақ, мынау Диханкөл ауылымыз біздің сонау егде заманнан келе жатқан қымыз баптау саласымен танымал деп айтсам артық айтпағаным шығар. Мысалға, Диханкөл ауылымызда 304 үй болатын болса, маусымында, яғни сол қымыз сауы маусымын деп келеді. Көктемнен бастап жаз, күзге дейін сол 304 үйдің кемінде мынау 200-ден жоғары 250-ге дейін отбасы бие байлап қымыз баптайды. Оның ішінде саумалы бар, оның ішінде жаңағы қымызын ақшаға жаңағы сатады, сөйтіп отбасын асырап, кәсібін дөңгелетіп отқан азаматтар бар. Одан кейін мынау сол 4 түлікке қысқы жем шөбін дайындау үшін егістік жерлерге бидай, арпа сату үшін мақсары, жоңышқа, іспетті 4 түліктің жем, азық түлік, кешіріңіздер, жаңағы жем шөбін дайындайды. Енді ішкі өнім жалпы қайда жұмсалады?
Болашақта қандай жоспарлар бар? Экспорттау деген Түсінікті, сияқты. өте орынды сұрақ. Бізді ауыл әкімдерін 2025 жылдың басында, яғни көктем мезгілінде 3 ай бізді оқытты, бүкіл облыстағы ауыл әкімдерін. Сол жерде оқығанның нәтижесіменен бүкіл әрбір ауыл әкімдері өздерінің жобаларын қорғады. Жаңа сіздің сұрағыңызға сәйкес, соның жауабы саппа сай келіп тұр. Мен сол ауылдық округтың әкімі ретінде өзім жобамды қорғадым, 2 жоба. Өйткені бір ауыл, бір өнім деген түсінік бар. Яғни бір ауылда қандай өнім басындырақ шығып жатса, соған зейін қойып, сол шаруаларды біз қолдауымыз керек. Бағыт бағдар беріп, жаңағыдай құжатнамасы бар, жеңілдетілген несие алу деген сияқты. Сол сияқты біз шетелден келіп жатқан қымыздар бар. Дүкендердің сөресінде Башқұртстаннан, Татарстаннан, оның қала берден Қырғызстаннан, ол жақтарды қоя тұрып Қазақстанның да басқа өңірлерінен келіп жатыр. Енді ол өмірдің экономикалық заңдылығы, оны ешкім тосқауыл қоя алмайды. Бірақ сонда да өзімізде сондай дәмді қымызымыз бар кезде неге қолдамасқа деп, осы қымызды жобасын қорғап шықтым. Өзіміздің тек бір ғана мен емес, ол жерде біршама азаматтар жұмыс атқарды. Сол соншама қымызды біз неге жаңағы заманауи тұрғыда ыдысқа құйып, сертификатын алып, дүкен сөрелеріне тікелей делдалсыз жеткізбеске деген сияқты. Және де ол жеткізу үшін біршама қаржы керек. Ол үшін жаңағы жеңілдетілген несие керек шаруаларға. Өйткені жаңағы ол жерге цех құру керек. Жаңадан сауылған биенің сүтін әрмен қарай ашытып дайындайды қымыз қылып, оның барлығы тазалықтан өту керек, оның барлығы автоматика болу керек, жүйе болу керек, жаңағы сыртын дайындайды, жапсыратыны бар, оны жеткізу бар, логистикасы бар, оның барлығы жұмыс күші, оның барлығы бір-екі адамның ғана қолынан келмейді, сондықтан да ауыл болып соған әзірге дайындалып отырмыз. Осындай жоспарымыз бар әзірге. Түсінікті. Бұған дейін мемлекеттен қандай қолдаулар болды? Жалпы шаруашылықпен айналысатын адамдарға. Әрине жеңілдетілген несиелер беріліп жатыр. 6% несиелер бар, жеңілдетілген. Шаруаларымыз мынау тек қымыз саласы емес ауылда. Мал бордақылаумен айналысады. Оның ішінде жылқы малы, қошқар, яғни қойлардың, одан кейін мынау ірі қара малын бордақылайды, өткізеді. Сонымен қоса жаңағы айтқан өздерінің егістігінен артылған бидайды, арпаны, мақсарыны, жоңышқаны басқа да көрші ауылдарға сатып, өз пайдаларына жүзеге асыруда. Түсінікті. Енді әлеуметтік нысандардың жұмысына тоқталсаңыз, мектеп, балабақша? Бізде 3 ауылымызда да 3 мектеп бар, жалпы орта мектеп. 3 мектебімізде заман талабына сәйкес күрделі жөндеуден өткен. Алшалы Әлия Молдағұлов атындағы Алшалы ауылындағы мектебіміз ол 2010-11 жылдары пайдалануға берілген. Ал Ұзынарық пен Дихангөлдегі ауылдарымыз ол сол Совет одағы кезінде пайдалануға берілген, бірақ тиісінше заман талабына сәйкес күрделі жөндеу жұмыстардан өткен. Оқушыларымыздың жақсы заманауи білім алуына ешқандай кедергі жоқ. Мына қыс мезгілінде барып өз тарапымыздан қоғамдастық жиынның мүшелері бар, ауыл би, ауыл ақсақалдары бар, біздер әкімдіктері бар, ата-аналар кеңесінің мүшелері бар, әкелер кеңесінің жаңағы төрағасы дегендей. Солармен біз барып көріп тұрамыз. Ол қарапайым ғана дәліздегі температура, яғни жаңағы сынып ішіндегі дегендей, содан бастап білім жеткенше біз қарап бақылап жүреміз. Одан кейін мынау тағы да ауыл тұрғындарына осы қар қалың жауған кезде бізде тау бөктерінде қатты жауады. Сондықтан да ылғи бізде ауыл тұрғындарының арасында 3 ауылмен де біз әлеуметтік желі, одан кейін WhatsApp тобымыз бар. Сол жерде бастама көтеріп жатамыз. Ол ауыл тұрғындарды қолдап жатады, жаңағы мектептен шығып жатыр ғой. Оқушыларымыз мектепке барып келе жатқан кезде аяқ жолмен жүру мәселесі, соны әр тұрғын өзінің шекарасы басталғаннан бастап аяқ жолды қардан тазалау мәселесі.
оның барлығы баланың қауіпсіздігі, бала мектепке алаңдамай барып келу керек, жақсы білім алу керек. Ол тек қана білім алуды мектептегі директордан бастап мұғалімдерге ғана сырып қоймай, ата-аналар өзіміз ауыл болып, жаңағыдай қарапайым ғана мектепке барып келудің өзінден бастауымыз керек деп ойлаймын. Түсінікті. Балабақшалар саны жеткілікті ме? Иә, бізде 2 балабақша бар. Болашақ және де береке балабақшалары. Біреуі 110 балаға, біреуі 100 балаға арналған. Екеуіне де орын жеткілікті. Балдарымыз жаңағыдай мектепке дейінгі білімдерін алуда. Ол жақтағы балдар тамағын уақытылы ішеді. Енді үйдің де тәрбиесі өте жақсы, бірақ үйде де тәрбие ала береді ғой, балабақшадан бөлек. Балабақшаға да барып, үйге де барып, жаңағы балдар тәрбиеленсе, заманауи болып шығады. Өйткені балабақшаларда сол мамандықты оқыған тәрбиешілер бар, оны қадағалайтын меңгерушісі бар. Сондықтан да ол жерде кез келген жаңағыдай бір мерекелер болсын, жаңадан бір тақырыптар болса, балдардың зейінін ашады, мектепке дайындайды. Енді мәдени салада маңызды рөл атқарады, өйткені барлық іс-шараларда сол мәдени шараларға байланысты. Жалпы мәдениет үйлері бар ма? Иә, бізде Қоғалы ауылдық округі бойынша бір ғана Диханкөл ауылының клубы бар, және де бір кітапханамыз бар. Ол да сол Совет одағында пайдалануға берілген. Енді ол салаға көңіл бөлмесек, ол болса да болмайды, өйткені мәдениетіміз еш уақытта ақсаңдамауы керек. Жыл басында біз кітапханамен бөлек, мәдениет клубтың жаңағы меңгерушісімен бөлек шара жоспарын бекітеміз. Сол бойынша біз жаңағыдай барып шараларына қатысып отырамыз. Түрлі тақырыпта олардың өздерінің жоспары бар, қатысып отырамыз. Одан кейін би үйірмесі бар, домбыра үйірмесі бар. Жаңағы сол жердегі қызметкерлердің өздерінің мамандығына сәйкес үйрететін үйірмелері бар ауыл жастарына. Тиімді уақыт өткізуге болады жастарға. Бірақ енді ол жеткілікті деп айтуға тілім бармайды. Оны мойындауымыз керек, оны дамытуымыз керек. Өйткені бізде бір ғана ауылда ғой, ол Диханкөл ауылында. 2 ауылымыз ол жаққа алыстау. Сондықтан да тек бір Диханкөл клубына иек артып отпай, мектептің де қабырғасынан қосымша үйірмелер ашылып жатыр. Ол күрес үйірмесі Диханкөл мектебінде жаңағы еркін күрестен, Ұзынарық мектебінде жаңағы дзюдо күресінен, шахмат бізде жақсы қолға алынып жатыр. Үстел теннисі қолға алынып жатыр. Осындай үйірмелерді жалғастырамыз. Және де біздің жоспарымыз бар 26 жылы мынау садақ ату үйірмесін ұйымдастырсақ деп жатырмыз. Оны амандық болып жатса, онда куә болып жатармыз. Спорт кешендері бар ма? Иә, бізде Ұзынарық ауылында жабық кіші футбол спорт алаңшасы бар. Ол спорт алаңшаның бір ерекшелігі, ол алаңшаны ауыл тұрғындары, ауыл жастары өз қаражаттарына ақша жинап ортадан сөйтіп салған. Депутат мырзалар көмектескен алғашында, шамалар келгенше кейін ауыл жастары жалғастырған. Сонымен қоса, сонымен алдында 4 жылдық әкім кезде аудандық бюджеттен қаржы бөлдіріп, жаңағы спорттық газон деп жатады, спортивный газон. Соған қаржы бөліп, соны аяғына жеткізіп бергенбіз. Бірақ оған қарамастан, соған жапсарлас ауыл жастары тағы да қаржы жинап, күрес залын ашсақ деп бастама көтерді. Біз 25 жылы өзіміздің салығымызды көтере отыра, сол салықты сол қосымша жаңағы жапсарлас спорт залына жаңағыдай бағыттадық. Ауыл қоғамдастық жиналысымен келісе отыра, аудандық бюджет комиссиямен келісе отыра. Демек, барлық әлеуметтік нысандарға қолдау жасауға тырысасыздар. Иә, ол спорт жаңағы айтып жатқанымыз, ол ерекше ауыл жастарының өзінің күшімен салынып жатқан дүние. Біз жаңағы жетпеген жаңағыдай әрмен қарай демеп жатырмыз әкімдік тарапынан. 2026 жылы оны пайдалануға береміз деген ойымыз бар. Бірінші қабаты бокс залы болады, екінші қабаты күрес залына айландырсақ деген жоспарымыз бар. Түсінікті. Ал медициналық көмек қаншалықты қолжетімді? Ауруханалар, пункттер қарастырылған ба?
Үш ауылымызда да акушерлік медициналық фельдшерлік пункт бар. Үшеуінде де жаңағы өзінің мамандары бар. Бірақ алайда егер жаңағы өздерінің біліктілігі жетпей жатса, егер қаттырақ бір науқас келіп жатса, арнайы жедел жәрдем көлігін шақырады. Өйткені біздің ауылдық округ аудандық ауруханадан қатты алыс емес, 8 шақырым қашықтықта орналасқан. Әзірге қатты бір жаңағыдай не жоқ, жаңағы кедергі келетін дейді не жоқ. Түсінікті. Жалпы инфрақұрылымдық мәселелерге тоқталсақ, қанша шақырым жол жөнделді, жоспарда қанша шақырымы бар? Жалпы біздің Қоғалы ауылдық округінде 2 облыстық маңызы бар жол бар. Бір аудандық маңызы бар жол бар, ал ішкі көшенің барлығы біздің ауылдық округтың есебіндегі жолдар. 2 облыстық маңызы бар жолымыз талапқа сай, 95% десек болады. Өйткені жақында ғана осыдан 3-4 жыл бұрын ғана күрделі жаңағы жөндеуден өткен. Аудандық маңызы бар жолдың қазір жөндеуді сұранып тұр. Ол Алшалы ауылында. Біз оған жаңағы аудандық тиісті мекемеге хат жаза отыра, өзіміздің ұсынысымызды білдірдік. Енді ол жерде ұлттық сапа орталығы деген рұқсат беретін жаңа орталық бар. Сол кісілердің рұқсат ала отыра, сметалық құжаттамасын дайындап, қаржыландыруды күтеміз. Ал енді өзіміздің ішкі жолдарымыздың жалпы 100% деп алатын болсақ, соның 85-88% асфальттанған қанағаттарлық деңгейде. Бірақ асфальттанғанда кезінде 2017-18 жылы Диханкөл ауылында Теріскей көшесінде асфальт төселген. Сол қазір тозығы жетіп асфальт салуды сұранып тұр. Енді бізде бір көшеміз қалды, тас көшеміз. Соны асфальттап Теріскей көшесін аяқтасақ, жалпы біздің жаңағы округте топырақ, тас көше мүлде болмайды, жойылады. Барлық асфальт болады. Енді осы орайда тұрғындардан келіп түскен бейне сауал бар екен. Ендеше экранға зер салсақ. Боламын. Есімім Жұмадилова Маржан. Бізге балалар алаңшасы керек еді. Соны қашан орнатып бересіз? Тұрғын сауалына жауап бере кетсеңіз. Маржан апайымыз танып тұрмын. Алшалы ауылының тұрғыны біздегі. Алшалы ауыл тұрғындарының көтеріп жүрген осы кейінгі кездегі негізгі мәселелері, мен алдында әкім болып барған кезде, ол кезде жаңағы сіздің сұрағыңыздағыдай инженерлік коммуникациялық жаңа сұрақтар болатындықтан жол, интернет, свет, газ, аяқ жол деген сияқты қазір тұрғындарымыздың осылай әлеуметтік салаға балапандарын, балдарды ойлау саласына өткені бізді жалпы қуантады. Өте орынды сұрақ, өйткені бізде ойын алаңшасы Ұзынарғы ауылында бар, заманауи ойын алаңшасы. Біз оны ауданымызда бізде бәйге өтеді. 55 аса елді мекен болып жатса, сол жердегі барлығы бір жылда сол бәйгеге таласады. Бірінші, екінші, үшінші орын алған елді мекендерге аудандық бюджеттенен комиссия қорытындысыменен заманауи балалар ойын алаңшасын сап береді. Біз Ұзынарғы ауылына үздік елді мекен қылып, соны ұтып алғанбыз. Биыл 2025 жылы дәл солай қайталанып, араға 2 жыл салып, Диханкөл ауылы жаңағы үздіктердің қатардан табылып, заманауи спорт алаңшасын салып сүрдік, ол пайдалануға берілді. Дәл сол сияқты Алшалы ауыл тұрғындарының сұрап жатқаны заңды сұрақ, бірақ енді ол бәйгені жеңіп алу оңай емес, оған қаншама тірлік, қаншама еңбек керек, оған әрекет жасаймыз. Бірақ оған қарамастан біз өзіміздің осы 26 жылғы салығымызды көтере отыра, салығымыздың шамашы етпесе аудандық бюджеттен қаражат сұрай отыра, жаңағы балалар ойын алаңшасын салып беруге барынша жұмыс жасаймыз. Өйткені ояқта да қаншама оқушыларымыз бар, балдарымыз бар, ол жоспарда бар. Түсінікті. Енді инфрақұрылымдық мәселелерді жалғастырсақ, елді мекендердің барлығы газбен қамтылған ба? Жалпы біздің тек Қоғалы ауылдық округі емес, жалпы Төле би ауданы 100% табиғи газбенен қамтамасыз етілген. Соның ішінде соңғы болып осы
кейінгі жылдары Қасқасу ауылдық округі менен осы мен жұмыс жасап жатқан Қоғалы ауылдық округі табиғи газға қамтамасыз етіліп, аудан жалпы 100% болды. Яғни түбіне келген кезде біздің ауылдық округ 100% табиғи газбен қамтамасыз етілген. Енді бұл жерде де әрмен қарай табиғи газ болғаннан кейін оның қауіпсіздік дүниесі бар. Аудандық әкімдікпенен мәслихаттың ұйымдастыруменен мынау газа сигнализация деп жатады. Газдан иіс шығып, жаңағы белгі беріп жатса, жаңағы газ тоқтатып қоятын. Сол мәселе биыл бізде қолға алынып, жаңағы ауылдарға әрбір жаңағы сондай қойылмаған үйлерге арнайы мамандарменен газ инспекцияның азаматтарымен қою жұмыстары жүргізіліп жатыр. Яғни рейдтік шаралар да жасалды. Рейдтік шаралар болғанда біз анықтап береміз, қай үйлерге керек, әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға, шамасы жетпеген отбасылар болса, оларға бірінші очередте қойдырамыз. Ал өз еркіменен жаңағы жағдайы жететін Е санатына жатпайтын отбасылар бар, ол кісілерге жаңағыдай қаржымен қойдырып жатыр, өз қауіпсіздік үшін. Өйткені оны түсіндіруіміз керек та. Ол газ ойнайтын зат емес деген сияқты. Ал таза ауыз сумен қамтуда мәселе бар ма? Бұл өте өзекті мәселе болып келген бізде. Жаңағы айтқандай, кейінге орала берді демеңіздер. Мен жұмысқа барған кезде, сол кезде Алшалы ауылы тәулігіне сағаттап ішетін тұғын, 2 сағаттап. Ұзынарық ауылының жоғары жағы су ішіп жатса, төменгі жағы тәулігіне 1,5 сағат су ішетін. Диханкөл ауылы жазғы және қысқы шілделерде бұлақтың суы тартылып, суды тасып ішетін кездер болған. Енді барлығы емес, ішінара. Бір 20% десек болатын шығар. Сонымен жұмыс жасалып, аудандық әкімдік, мәслихат бар, облыстық жаңағы билік өкілдері бар. Осы 3 ауылымызға да ауыз судың күрделі құрылысына қаржы бөлінді. Алшалы ауылы қазір су ішіп отыр, Ұзынарық ауылы 100% су ішіп отыр. 2024 жылы пайдалануға берілді. Диханкөл ауылы құрылысы аяқталып пайдалануға беріліп жатыр. Қазір 24 сағат округіміз су ішіп отыр. Ол үлкен жетістік. Ал электр желілерінде мәселе бар ма? Электр желілері бойынша ол мәселе бар. 2025 жылы Диханкөл ауылында 80 бағана темір бетонды бағаналар орнатылып, бір трансформатор жаңартылды. Ұзынарық ауылында 20 бағана жаңартылды. Бірақ енді ол жаңағы кезең-кезеңімен жүзеге асады. Бірақ жыл сайын кезең-кезеңімен жүзеге асып, қазір жаңағы жалпы электр энергиясының жағдайы 80% көлемінде жақсарып қалды. Бірақ дегенменен халық өсіп жатыр, баяғы заманмен салыстыруға болмайды. Өйткені әр үйде кемі қазір бір болмаса 2 теледидар бар. Бір жаңағы тоңазытқышпенен бір қатты тоңазытқыш бар, морозильник бар. Кейбір үйлерде кондиционер бар. Одан да бөлек көптеген жаңағы әрбір үйде 5-6 адам болса, әрқайсысында ұялы телефон бар. Оның барлығы электр энергияға қуатталады. Сондықтан да баяғы трансформаторлармен қазіргі халықтың электр энергиясын тұтынуын салыстыруға болмайды. Сондықтан да электр энергия ток көзінің осы халық кешкі уақыттарда кейбір сондай нелер болады. Электр энергиямыз жаңа қазақшалап айтқан кезде сығырайып қалды, күші жетпей жатыр деген сияқтышы. Бірақ тиісінше біз оның алдын алу бойынша тиісті жаңағы мекемемен жұмыс жасап жатырмыз. Бұл жерде жаңағыдай ненің күшін көбейту керек, трансформатордың. Одан бөлек жаңағы білесіздер, биыл мынау біздің Төле би ауданынан, Жамбыл облысынан кесіп өткен Төле би ауданынан келе жатқан үлкен электр энергиясының желісі келе жатыр. Оның хабарларыңыз бар деп ойлаймын. Сол желі келсе, осы оңтүстік, жалпы Қазақстанның оңтүстік өңіріне үлкен энергияның жаңағы қуат көзіне күш береді, дем береді деп ойлаймын. Қол жеткізер еді. Ол электр энергиясының желісі біздің де округтен қиып өтіп жатыр. Түсінікті. Қайрат мырза, осы тұста тұрғындардан келіп түскен тағы бір бейне сауал бар екен. Экранға зер салсақ. Мен Төле би ауданы Қоғалы округінің Диханкөл елді мекенінің тұрғыны боламын. Есімім Рысбаев Саян. Бізде Диханкөл ауылында ішкі көшелер бар. Теріскей көшесі біраз жыл бұрын асфальттенген болатын. Оның тозығы жетті. Бір 7-8 жыл шамасында өтіп кетті.
ол кезде мердігерлерді ешкім байқамады, қадағаламады. Жұқа төселгендіктен қазір тозығы шығып лайы шығып жатыр. Соны өкіметке сұранысымыз бар. Сол асфальттеп, жақсылап көшелерді жөндеп берсе. Тұрғын сауалына жауап бере кетсеңіз. Дихангүл ауылының тұрғыны Саян ағамыз. Бұл кісінің айтып көтеріп жатқан сұрағы өте өзекті. Жаңағы сөздің басында айтқандай, Дихангүл ауылында Теріскей көшесі, ол тек жаңағы бір ғана көше емес. Бізде жалпы ауылымыздың орталық көшесі Бәйтерек. Төменгі жағы көшенің, тармақ көшенің барлығы жаңағы Алмалы көшесі, жоғары жақтың бәрі Теріскей болып солай аталып кеткен кезден бастап. Солай ресми атауы бар. Сондықтан да жаңағы ағамыздың айтып жатқаны өте рас. Кезінде жаңағы айтып өттім ғой, жасалған, бірақ енді оның да тозу уақытысы бар. Өйткені бізде ауыз судың құрылысы жүрді. Оның алдында ауыз судың жаңағы ағымдағы жөндеу жұмысы жүрді. Одан кейін табиғи газдың құрылысы жүрді. Сондықтан да ол қазу жұмыстары кезінде өзі ауылда білесіздер, көшелер өте тар, сол зақымы тиді. Бірақ ол кезіндегі мен сапасы қалай болғанын мен жауап бере алмаймын, мен ол кезде қызметте болмадым. Бірақ енді дәл қазір біз жаңағы аудандық жаңағы тиісті бөлімінің, яғни ЖКХ бөлімінің мамандарыменен ұлттық жаңағы сараптама орталығының азаматтары келіп көрді, жаңа бағасын берді. Қазір талқылану барысында сол талқыланып оң қорытынды алғаннан кейін сол Теріскей көшесіне сметалық құжаттама жасалып қаржыландырылуға ұсынылатын болады. Ол жоспарымызда бар, ол бойынша нақты жұмыстар атқарылуда дәл қазір. Түсінікті. Енді атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталсақ, тазалық жұмыстар, оның ішінде көгалдандыру, абаттандыру жұмыстарын айта кетсеңіз. Тазалық ауыл әкімдерінің ең негізгі жұмыстары, бұл біздің күнделікті жұмысымыз, ол көктем болсын, жаз болсын, күз болсын, қыс болсын. Енді қыста қандай тазалық деуі мүмкін, ол енді оған тек қана қоқыс емес, ол қардан тазалау да жатады. Ауыл әкімдеріне бір қуантатын бір жаңалығымыз, әріптестерім көрсе қолдап жатар. Мынау ауыл әкімдеріне бір трактор техникасын берді. Арнайы қар тазалайтын құрылғысымен бірге. Сол бізге үлкен көмекші болуда қазір. Алдында біз қар тазалауымызды мемлекеттік сатып алу порталына қоятын тұқымыз. Сөйтеді оны алыстан жаңағы ұтып алады кәсіпкерлер. Сөйтеді қар жауғаннан кейін біз ол кісілерге звондаймыз. Таулы аймақ болғаннан кейін, өйткені балдарымыз тасымалданып оқылады, автобуспен тасылады, қырымыз, сайымыз бар. Сондықтан да таңғы өтірік айтқаным емес, ауыл тұрғындары білет, 4-5-тен бастап кіріспесек біз үлгере алмаймыз. Ал боран болған күндері мүлде тоқтамайды десем де болады. Өйткені боран болғанда сай-салаға қатты тұрып тастайды. Сондықтан да дәл қазір техникамыз әжетімізге жарап тұр. Қазақшалап айтқан кезде үлкен бізге көмекші болып тұр. Ал жалпы Таза Қазақстан жобасы аясында 25 жылы 32-ге жуық сенбілік шаралары өтті. Ол округ деңгейінде, ал аудан деңгейінде біздің туристік аудан болғаннан кейін Біркөлік, Ақмешіт, Қасқасу, Төңкеріс бағыттарында көптеген туристеріміз келеді. Ішкі туризм, сыртқы туризм. Ол жерде енді туристерді бұлай қаншалықты мәдениетіне мен біз жауап бере алмаймыз, бірақ енді аудан тарапынан сол тазалық акциясын, жобасын қолдай отыра біз қаншама акцияларға қатыстық. Түсіндіруде жұмыстарын жүргіздік. Енді ол аудан деңгейінде. Округ деңгейінде өзіміздің жаңа айтқандай күнделікті жұмыстарымыз, ол көктемнен бастап тал егу басталады. Одан кейін барып қураған ағаштардың, бұталардың барлығын қурағандары болады. Қыста жаңа аязға үсігендер болады, олардың барын қырқу жұмыстары болады. Одан кейін барып әктейміз. Одан кейін барып мынау жолдың екі жиегіндегі шөптер болады, оның барын орамыз. Одан кейін барып мынау жаз мезгіліне тікендер шығады, тікендердің бәрін шабамыз. Күз келеді, қайттан жаңағыдай күзгі көшет егу болады. Жалпы солай тазалық мәселесі тоқтамайды. Одан бөлек мынау тұрмыстық қалдық деген дүние бар. Кәдімгі үйден шығатын тұрмыстық қалдық. Оны бір жүйеге қойылған біздің округте. Әр аптаның жұма, сенбі күндері арнайы сол тұрмыстық қоқысты округімізден
алып арнайы полигонға тасымалдайтын жеке кәсіпкеріміз бар айналысатын. Сол кісілер алып келіп жатады. Енді кейбір ауыл тұрғындары сол кәсіпкерлеріміздің де айына беретін 1300 теңгесін беруге қиналатын кездері болады. Ол бойынша да жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ енді оны тоқтатып қойсақ, ауыл қайтадан шашылып кетеді. Қолдан жасалған жаңағы полигондар пайда болып кетеді. Демек, әр мезгілге сәйкес тазалық жұмыстар сәйкесінше жүргізіліп тұрады. Иә, ол тоқтамау керек. Өйткені өзіміздің еліміз, туып өскен жеріміз, оны өзіміз қорғамасақ, оны өзіміз таза сақтамасақ, қалай өзім ауылым, өзім жерім деп мақтанасын. Жалпы солай ғой. Ал заң мен тәртіп қағидат аясында жергілікті прокуратурамен қандай шаралар атқарылды? Заң мен тәртіп қағидат аясында аудан прокуроры келіп ауыл тұрғындарымен жиналыс өткізді. Ол жерде ауыл тұрғындары біршама сұрақтар қойды. Негізгі тақырыптар өте қатты жақсы ашылды деп айта аламын, қозғалды деп. Мынау қазіргі замандағы алаяқтық, көп кісілер соған алданып та қалады. Кейде өзімізге де қоңырау шалып жатады. Жаңағыдай осындай ұтысқа иелендіңіз, осындай бір техника келіп тұр сіздің атыңызға. Звондайды, көп звондайды ауыл тұрғындарына. Сол жерде ақсақалдарымыз да прокурорға сұрақ қойды, маған осынша күні осынша рет звондады. Мына кісі бір апамыз айтып, осылай звондады деп. Прокурорымыз заң аясын жауап берді. Одан кейін мынау тек жаңағы алаяқтық емес, жалпы жерде заң саласы болғаннан кейін заңға қайшы келетін дүниелердің барлығының алдын алу бойынша сұрақтарға жауап берілді. Бірақ енді ол тек жиналыстан да бөлек арнайы ауыл тұрғындар арасында брошюралар, үгіт-насихат түсіндіру жұмыстарынан бөлек нелер таратылды. Сонымен қоса бізде 3 паномыз бар, округте орналасқан, соған жаңағыдай баннер ілінді, 3 баннер тақырыпқа сәйкес алаяқтық бойынша. Түсінікті. Жалпы заңдық тұрғыдан тұрғындарды хабардар етуге жалпы жергілікті прокуратураның үлесі зор деп айта аласыз. Иә, үлесі зор. Сонымен қоса учаскелік полициямыз бар. Ол кісілер де жұмыс жасайды. Одан кейін мынау қазіргі замандағы негізгі өзекті мәселенің бірі лудомания деп жатады. Ол да өзекті мәселе. Жастар арасында. Иә, ол қоғамның дерті, ол қоғамның дерті. Онымен күресу керек. Оған арнайы мамандар шақырып жастармен біз жаңағы жастар орталығы бар аудандық. Жиналыс кездесу өткізіп отырамыз. Ата-аналармен бөлек, жастармен бөлек, өйткені ата-ананың көзінше жастар ашылып сөйлей алмайды. Сондықтан да жастармен бөлек сөйлесеміз. Өйткені ол жастарымыз қазір ауылда білінбейді. Мектепке барады, ата-анасына барады, шаруасына көмектеседі, достарымен сөйлеседі, үйде болады, бақылауда. Ал ертең 10-шы, 11-шы, 9-шы сыныптарымыз басқа қалаға оқуға түседі ғой. Ол кезде қаншама, ол жерде үлкен қалаларда қаншама көптеген дүниелер бар, соған біз алдын алып дайындауымыз керек қой жастарымызды. Олар бәрі ояқта қалып кетпейді, ауылға келеді жастарымыз. Түсінікті. Заң мен тәртіп қағидат аясында бірқатар шаралар атқарылып жатыр екен. Енді жалпы өзіңіз әлі де болсын ауылдық округтың мына бағыты даму керек деп қандай бағытты айтар едіңіз? Немесе алдағы бір жоспарларыңыз айта кетсеңіз? Иә, ауылда ел болғаннан кейін, тіршілік болғаннан кейін мәселе бітпейді. Мәселе еш уақытта бітпейді. Ол асфальтты мақұл биыл салсақ, ол тозығы бәрібір жетеді. Бұл өмірде сарқылмайтын дүние жоқ қой. Сондықтан да қанша жерден жаңағы ұзақ мерзімде сапалы жасасаңыз, ол бір аяқталатын кезі келеді, ол дүние болғаннан кейін. Бірақ енді мейлінше оны тез және де жылдам халықтың ыңғайына қарап шешу үшін біз сол жұмысты атқарудамыз әкімшілікте. Біз сол бойынша да жұмыс жасаймыз. Негізгі бағыт жаңағы айтқандай, бірінші инфрақұрылымды барлығын 100% қылмасақ та 90 мен 95%-дің деңгейіне жеткізіп тастауымыз керек.
Одан кейін мынау ауылдағы шаруаларымызды қолдауымыз керек. Жеңілдетілген несие ол көп керек болып тұр. Көп болғанда көп шаруаларға керек болып тұр. Ол үлкен қолдау болады. Одан кейін жаңағы айтып жатқан жастардың тәрбиесі, өскен ұрпақтың тәрбиесі. Өйткені енді ауыл болғаннан кейін бізде қатты біліне бермейді. Құдай аулақ қылсын. Мынау ажырасу, отбасының бұзылуы, одан кейін қылмыс деген сияқты рухани дүниелерге, рухани жағына көп көңіл бөлуіміз керек. Ол үшін жастарды спортқа, мәдениетке, тәртіпке бағыттауымыз керек. Өйткені біздің ауылдан қаншама әлемді мойындатқан чемпиондарымыз шығып жатыр. Ауыр атлетикадан қазір жастарымыздың арасында чемпион жатқан Едіге бауырымыз бар, Дихангөлдің азаматы. Өткенде Париж олимпиадасында жүлдегер болған Қырғызбаев бауырымыз бар. Ұзынарықтық жаңа боксер бауырымыз қазір аты есімнен шығып тұр. Одан бөлек ұлттық спорттан Темірхан Айтбаев деген шабандоз ағамыз бар. Чемпион, Қазақстанның құрамасында қанша рет чемпион болған. Аударыспақтан ұлттық құраманың бас бапкері Жанбатыр ағамыз бар. Теңгілудің чемпиондары бар. Аударыспақтың чемпиондары бар. Садақ атудың чемпиондары бар. Бұның барлығын біз енді сол ауылда сол бар жаңағы іргетасты біз ары қарай дамытуымыз керек. Ауылдан бір азамат шықса, оған басқа жігіттер қызығады, солай жалғасып кете береді деп ойлаймын. Түсінікті. Енді халық саны көбеюіне байланысты тағы да бір жаңа жұмыс орындарын ашу сияқты жоспарлар бар ма? Енді жұмыс орын ашу, тікелей біз жұмыс орнын енді болса да аша алмаймыз, әкімшілік. Бірақ біз оған жұмыс жасаймыз. Қалай жаңағыдай кәсіпкерлік нысандарын ашылуға біз бағыт бағдар беруіміз керек. Тек бағыт бағдар бере отырмай, тікелей қолдауымыз керек. Яғни несие алу, құжаттары, заңдастыру, қай бағытқа жүру, оқыту деген сияқты. Мысалға, жер сұрап келеді кәсіпкерлік бағытында. Ыңғайлы жерлері қай жақта, сол ыңғайлы жерлерді рәсімдеу заң аясында бастау. Мысалға, біздің ауылдық округте қазір экотуризм дамып келе жатыр. Саумал мен сауықтыру демалу орындары қазір олардың саны 10-ға жетіп отыр. Маусымында деп айталды, яғни бізде май айынан басталады, ол қазан айына дейін жалғасады. Мысалға, ең кемі бір күнде 21 адамды кемі қабылдайтын саумал мен сауықтыру орны бар. 21 адамға ол жерде бір адам ғана қызмет етпейді. Саумалды, биені сауып беретін адам бір, тамақ істейтін, кейбірінде тазалық жаңағы ол босада болады. Одан кейін жаңағыдай кейбір орталықтарымызда массаж бар. Кемі 3-4 адам жұмыспен қамтылады, ең кішкентайларында. Ал үлкендері бар 70 адамға дейін қабылдайтын. Ол жаққа көрдіңіз бе, 10 шақты адам жұмыспен қамтылады. Бізде 10 болып тұрса, қазір маусымында кемінде 50-60 адам жұмыспен қамтылады. Бірақ ол 10-мен тоқтап тұрған жоқ. Ауыл тұрғындары, шаруалары бұл тірліктің көзін таба бастады. Біз оған қуанамыз. Тағы да дәл қазір құрылысын жүріп жатқан кәсіпкерлеріміз бар. Оның саны артады. Оның бір ерекшелігі қандай? Бір ерекшелігі дәрімен емдемейді. Саумалдың шипасын, қымыздың дәрумендік емес жаңағы адам денесіне жақсы бір қасиетін кез келген азамат біледі. Ол жерде ауылдың табиғи еті, ауылдан шыққан ет, ауылдың наны, қысқасы айтқан кезде ауылдың өнімдері беріледі тұр жаңағы емделушілерге. Сөйтіп, ол жерге тек ауданның емес, көбінесе шет жақтың демалушылары келеді. Қызылордадан, Батыс Қазақстаннан, Шымкенттен, осы Түркістаннан көп келеді. Жаңағы шаруаларымыздың айтуы бойынша. Кешіріңіз, одан кейін жаңағы сұрағыңызға. Осы бағыт бар. Одан бөлек жаңағы жеңілдетілген несие болып жатса, көп шаруаларымыз осы мал бордақылауға ниет білдіріп отыр. Сонымен қоса жаңағы қымыз өндірісін дамытамыз деп жатыр. Одан да бөлек мынау жұмыспен қамту қазір мансап орталығы дейді. Сол арқылы кішігірім цехтарды қолдауға жұмыс жасауға біз ниеттеніп отырмыз. Биыл кемінде бір 4-5 цех ашуымыз керек округте. Ол негізгі жұмыстың бағыты болып отыр бізде. Түсінікті. Енді сайлауалды бағдарламаңызда өзіңіз жаңа халыққа ұсынған осы
осындай бір бағытта жұмыс жасаймын деген мысалға сайлауалды бағдарламаңыз айтылған сөздер бүгінгі күні қанша пайызға орындалды деп ойлайсыз? Сайланғаныма 1 жыл болды. Негізі 4 жылға сайланамыз. Енді ол өз-өзіме пәлен деп айта алмаймын, оны ауыл халқы бағасын болса да береді. Ол елге белгілі. Бірақ енді атқарылған тірліктен атқаратын тірлік өте көп. Бірақ 25-ші жылы аз тірлік атқарылды деп айта алмаймын. Бір шама тірлік атқарылды. Өзіміздің округке жарасымды, өзіміздің округтың бюджетіне сыйымды, дүние жақсы жасалды. Артығымен жасалды десем болатын шығар. Ал салық түсімдері бойынша қандай көрсеткіш көрсеттіңіздер? Салық түсімі бойынша біздің ауылдық округ Төле би ауданындағы халық саны бойынша жалпы 13 бір қала 12 ауылдық округ болса, жалпы 13 қой. Соның 12-ші орындағы округ біз халық саны бойынша. Халқымыз аз, 3 елді мекен. Біздің 2025 жылғы салық жинау жоспарымыз 15 миллион 396 мың болған. Біз ол жоспарды артығымен орындадық. 2026 жылы 71 миллионға жоспарды көтеріліп отыр. Біз енді оған жету оңай болмайды. Өйткені 2025 жылы 15 миллион беріп отса, 26 жылы 70 миллионға жеткізіп орындау деген өте қиын болады. Бірақ біз ол жоспарды қалай да болса орындауымыз керек. Өйткені сол 4-ші деңгейлі бюджет арқылы қаншама мәселелердің ауыл тұрғындарының көтеріп жүрген талаптарын орындауға болады. Соның бір жаңағы бейне жолдаудағы сұрақта айтылғандай балалар ойын алаңшасы. Сол сияқты мәселелерді шешуге болады. Түсінікті. Енді Қайрат мырза, өзіңіз әкім ретінде тұрғындармен қаншалықты жиі кездесесіз? Біз тұрғындармен күнделікті кездесеміз. Мен қуантады, ол жұмыстан рахаттанамын, ауылды аралаймын, жаяу сөйлесем. Бірінші кезде енді көп танымайтын тұғым, мен ауыл негізі ол жақ емес, мен бір адамды танымағам. Қазіргі таңда қуантады, мектептегі оқушыларға дейін ауыл әкім кетіп барады деген сияқты айтады, саламасады. Одан кейін қазір әлеуметтік желі бар, жаңа айтқандай WhatsApp группа бар. Бізде күнделікті WhatsApp группа тек түнде ғана тыныш салады десек болатын шығар. Күндіз-түні жаңағы ауылдың тыныс тіршілігі бар, өздерінің жеке шаруасы бар. Су жоқ дейді, су тоқтап қалды дейді, бір-екі үй, бір болмаса светім өшіп қалды. Біреу жаңағы бос жүрген қаңғыбас иттер бар, мысықтар бар. Жалпы қандай мәселе болса да біз WhatsApp чатта бақылауда ұстаймыз, негізгі. Одан кейін ол WhatsApp чат бізге көмекші. Білеміз, шара қабылдаймыз, барамыз, қолданамыз деген сияқты. Бұл халықпен ашықтық десе де болады. Әрине ашықтық. Одан кейін бір жақсы жері, сәл жауап бере алмай қалсаңыз, егер қанша жиналыс болады, басқа болады, WhatsApp чатта ауыл әкімнің номері бар, кірет, терет, звондайды, болмаса WhatsAppтан жазады. Болмаса видео жаңағы немен звондайды, ауыл тұрғындары жаңағыдай тікелей көрсетеді. Әкім мырза осындай мәселе болып жатыр. Дәл өткен осы қалың қар жауған кезде маған сөйтіп звондады ауыл тұрғыны, Алшалы ауылының тұрғыны. Жаңа тракторымыздың енді алдындағы қар күрейтін күрекшесі дей ма, күрегі дей ма, қосымша жаңағы жабдығы. Алдыңғы күреп жүрген тракторымыз сияқты үлкен емес та, кішігірім да енді. Сол тар қылып күреп кеткен екен. Сөйтіп маған көрсетті, тікелей немен. Сөйтіп мен қайтадан жіберіп, оны кеңірек қылып аштырдық. Сондай тірліктерге жедел түрде шара қолдандыңыз. Жақсы. Енді осы тұрғындардан туындаған мәселелерді шешуде арнайы бір кеңестер қызмет етеді ме? Мысалы, ақсақалдар кеңесі деген сияқты, немесе алқабилер. Ең бірінші тұрғындардан келіп жатқан талап тілектерді ең бірінші мәселе ол заң тұрғысындағы дүние. Енді талап тілек айтылды екен деп заңнан басып өтпейміз. Бірінші өзіміз ой елегізін өткіземіз, содан кейін барып заңдылыққа жүгінеміз, егер заңдылыққа жүгіну керек болып жатса. Одан кейін барып заңға қайшы болса түсіндіреміз. Түсінбей жатса жазбаша беріңіз дейміз.
біз жазбаша жауап береміз. Ал егер де ақсақалдармен кеңесетін дүние болса, ақсақалдармен міндетті түрде кеңесеміз. Қоғамдастық жиналысы бар, жиыны, ол кісілермен де ақылдасамыз. Одан кейін бізде мынау отбасылық мәселелер болып қалуы мүмкін. Ол ел болғаннан кейін болады. Аналар кеңесі бар, ол кісілерде біз үлкен күш, ол кісілерде. Соны қолға аламыз. Одан кейін көзге көрінбейтін дүниелер көп. Ауыл болғаннан кейін жаңағы мықты жігіттеріміз болады. Сол жігіттердің де кейбір шешілмей жатқан дүниелерді шешіп тастайтын ауылдың ішкі дүниелерді. Азаматтар, иә, ауылдың азаматтары, белсенді азаматтары десек болады. Сол азаматтардың атқаратын рөлі өте жоғары. Біз әкімшілік болғаннан кейін тек өз саламызбен қатты қалмаймыз. Кішкене бүлдіршіннен бастап ауылдың үлкен ақсақал аналарымызға дейін кез келгенімен жаңа сіз айтқандай ашық диалогта болуымыз керек. Біз сол принципте, сол бағытта жұмыс жасаймыз. Біздің әкімшілік. Енді өзіңіз әкімдік қызметте қандай ұстанымды ұстанасыз және қызметкерлерге қандай талап қоясыз? Қызметкерлерді еркін ұстаймын. Мүмкіндік болса мен ауылда ресми киім үлгісін ұстанбаймын. Бірақ енді көлікте болмаса жұмыста тұрады, қосымша болып. Мүмкіндік болса еркін сөйлесуге еркін болсын деп не қыламын, өйткені ол жаңа айтқандай галстуксыз деп жатады ғой. Ол да керек шығар деп ойлаймын. Өйткені киімнің өзі адамға басқаша рең беріп жібереді ғой. Одан қарағанда емін еркін сөйлескен дұрыс. Ал жалпы қызметкерлерді еркін форматта ұстаймын, ойларын білгім келеді, еркін білсін деймін. Одан кейін қосымша жаңағыдай аудан деңгейінен оқытып тұрады, облысқа келіп оқытып тұрады, олардың ешқайсысына қарсылық білдірмейміз. Ағылшын тілін қосымша оқитын дегендері бар, оларға да жаңағыдай рұқсат беріп не қыламыз. Жалпы осылай. Енді мемлекеттік қызметтің ауыртпалығы мен қиыншылығын ара-жігін ажыратып айтып берсеңіз, жас мамандарға өзіндік бір кеңесіңіз болса. Ауыртпалығы мен қиыншылығын дейсіз ба? Болашақта әкім болам дейтін жастарға. Әкім болатын адамның бойында мынандай қасиеттер болу керек деген сияқты бір кеңестеріңіз болса. Мен қазір аса бір оған жауап бере аламын деп айта алмаймын. Енді үлкен ағаларым жауап беретін шығар. Бірақ енді ең бірінші жауапкершілік, айтылған сөзіңді тұру керексің. Халықтың үніне құлақ асу керек деген сияқты. Ол міндетті түрде ол соның барлығын түпкісі жаңағы жауапкершілікке келіп тіреледі деп ойлаймын. Өйткені ол сен сөз бер, сен сөз берме, сайлау алды бағдарламаның алдында айтпа, ол болса да халықтың үміті сенде, яғни жауапкершілігі сенде, сіз соны атқаруыңыз керек қалай да болса. Басқа мәселе жоқ. Сіз соны атқаруыңыз керек болды, тірлік сол. Үкімет сізге сол үшін айлық беріп жатыр, үкімет сізді сол үшін жаңағыдай жұмысқа жіберіп жатыр, ел қолдады, батасын берді ақсақалдар. Сіз қалай да болса сол үмітті арқалап алып шығуыңыз керек, мәселе сол. Ал шамаң жетпей жатқан нәрсені ауылдың кісілері айтады, әкім мырза дейді да, көріп жатырмыз. Ал шамаң жетпей жатқан нәрсені біз де білеміз дейді да, ол кісілер де біледі. Ол кісілер де, ауылдың кісілері де бәрін бақылап көріп қояды, ашына көріп қояды, сыртынан ақша. Не істеп жатқаныңызды, қалай, қай деңгейге жеткіздің қай тірлікті, болмаса жеткізе алмай қалдым деген сияқты. Шамаң жетпей жатқан жерін біз көреміз дейді. Сол сияқты барынша тырысып жұмыс жасау керек. Жауапкершілік болу керек. Жалпы Қайрат мырза, ел игілігі жолындағы жүйелі жұмыстарыңыз бен ауылдың өркендеу жолында атқарып жатқан барша сіздің жұмысыңызға алғысымызды білдіреміз. Сонымен қатар бүгінгі бағдарлама барысында көтерілген мәселелерде түрлі сала бойынша атқарылған жаңағы айтылған жұмыстардың барлығы да көрермен үшін, яғни сол ауылдық округтың тұрғындары үшін өте пайдалы болды деп сенеміз. Құрметті көрермен, ауыл және әкім бағдарламасы алдағы уақытта жаңа қонақпен және өзекті тақырыппен эфирге қайта оралады. Ауылдың тынысын әкімнің ісі, халықтың үмітін біздің мінбер баяндайды. Келесі кездескенше амандықта жүздесейік.